Саламатсыздар ма, менің көрермендерім? Егер де сіздерде осындай тіске жұмсақ бәліш пісіргілеріңіз келсе, онда менің видеомды соңына шейін қарап шығыңыздар. Ол үшін бізге 500 грамм ұн, тауықтың төс еті, 2 жуа орташа қаймақ, 200 грамм, 2 жұмыртқа, 200 грамм сармай керек болады. Алдымен електен өткізілген 500 грамм ұнымызға 200 грамм қатты сармайымызды салып араластырамыз. Міне видеодағыдай қылып араластырып аласыздар бірінші. Одан кейін екі қолыңыздың алақанымен ұнға үйкейміз. Осылай, сол кезде біркелкі май араласқан ұнымыз шығады. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды құямыз, 200 грамм қаймағымызды саламыз және әдемілеп жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтын жұмсақ болып шығу керек. Енді қамырымызды қоя тұрамыз да начинкаға кірісеміз. Ол үшін жуамызды 4-ке бөлеміз. Одан кейін құсымызды да 4-ке бөліп аламыз. 4 бұрыштап бөліп алыңыздар. Уақтап турасаңыздар да болады кубик қылып, я болмаса блендер болса, осылай блендерға салып, бір жеткізіп алсаңыздар да болады. Міне осындай менде фарш шықты. Енді жуамызды да бір жылдатып аламыз. Фаршымыздың үстіне жуамызды салып, тұзымызды саламыз. Бұрышымызды саламыз. Жақсы етіп тұрып, сосын араластырамыз. Енді тестімізді жаямыз. Өте жіңішке қылмайсыз, өте қалың қылмайсыз, орташа қылып жайып, осылай дөңгелекшелерді кесіп аламыз. Я болмаса бөліп сіздер домалақ қылып елесеңіздер де болады. Осылай начинкамызды ішіне салып шығамыз барлығының. Ауыздарын бекітеміз. Мен как обычный бәліш қылып жасадым. Сіздер үшбұрыш қыласыздар ма, дөңгелек қыласыздар ма, оны өздеріңіз білесіздер. Маған осы ыңғайлы болғасын осылай жасадым. Енді барлығын жасап шыққасын противеньге пергаментный қағазымызды төсеп, үстіне әдемілеп қойып шығамыз. Одан кейін жұмыртқамызды жағамыз үстіне және духовкада 200 градуста ысып тұрған духовкаға 40 минутқа салып пісіріп аламыз. Міне біздің бәлішіміз дайын болды. Осылай орамалға салып қойсаңыздар болады жұмсаруға. Рахмет.